Христиан діні өкілдеріне тиесілі крещение, яғни суға түсу арқылы күнәдан тазару діни рәсімі келіп жетті. Мұның біздің қазақ халқына және барша мұсылман қауымына мүлдем қатысы жоқ. Өкінішке орай, бұған дейін осы шоқыну рәсіміне христиандықтармен қатар өзіміздің кейбір қазақ бауырларымызда аса белсенділікпен қатысып, қаңтардың аязында қара суға шомылып жүргенін көрдік. Естеріңізде болсын, егер ол жерге басқа дінділерге еліктеп, осылай жасасам күнәдан арылады екенмін деп барсаңыз, адасқандардан боласыз. Одан Алла сақтасын. Себебі бұлар шынында Алла деген Мариям ұлы Иса деп адасқан қауымның өкілдері. Бұл адамның емес, яғни Алла тағаланың, яғни Құран сөзі. Егер денеңізді шынықтыру мақсаты болса, басқа күні барыңыз. Алланың елшісі, соңғы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде кімде-кім бір қауымға еліктесе, ол солардан деп айтады. Ал христиандықтардың бұл күндері жаппай суға түсуінің мәні неде? Қысқаша баяндай. Крещение сөзі грек тілінен аударғанда бату деген мағынаны білдіреді. Олардың сенімдері бойынша осы күндері жер бетіндегі барлық су атауы жаңарып тазарадымыз. Яғни шіркеу әкея суға белгілі дұғаларды айтып, айқышты батырады. Осыдан кейін ол су киелі атанып, соған шомылған кісі рух тазалығы мен тән тазалығына қол жеткізеді екен. Ал енді ойланыңыздар, таза су адам денесінің кірін кетіру мүмкін, бірақ күнәсіз пәк қылып шығарады дегенді ешқандай санаға сыйдыру, көңілге қондыру мүмкін емес. Ағайындар, мұсылмандар, құлдың Құдай алдындағы парызы ол нәрсе емес. Аллаға жаққыңыз келсе калимаға тіл келтіріңіз, маңдайыңызды сәждеге тигізіп зекет беріңіз, ораза ұстап қажылық парызын өтеңіз. Мұсылманның міндеті осы.